Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге бауырдан өте дәмді әрі пайдалы салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен бізге бауыр қажет болады. Бауырды ортасынан бөліп, сыртқы қабығын, яғни пленкасын алып тастаймын. Осы пленканы алып пісіретін болсаңыздар, сіздің бауырыңыз қатып қалмайды және тез пісетін болады. Осыны ескерерсіздер. Мінекей біздің бауырымыз дайын. Қайнап тұрған суда 15-20 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Қақпағын жауып қайнағанын күтеміз. Қайнаған сәтте бетіндегі көбіктерін алып тастаймыз. Оған дейін біз пиязымызды орташа көлемде тураймыз. Ұзын шалап, өте жұқа да емес, өте қалың да емес. Көріп тұрғандарыңыздай турап аламыз. Бөлек ыдысымызға салып, бетін жауып қоя тұрамыз. Бауырымыздың піскендігін қалай білеміз? Мен үнемі ағаш таяқшаны батырып көру арқылы тексеретін боламын. Әлі шамалы 5 минуттай қайнау қажет. Барлығын осылай тексеріп аламын. Бауырымыз дайын болды. Дайын болғаннан кейін мұздай суға міндетті түрде жуып аламыз. Өзімізге қалаған пішінде турап аламыз. Ұзынша қылып турасаңыздар да болады. 4 бұрышты, 3 бұрышты. Салаттың әдемі болып көрінуі үшін осындай етіп турап жатырмын мен. Қалаған пішінде турап алсаңыздар болады. Бөлек ыдысымызға салып аламыз. Бізге уксус қажет болады, яғни сірке су 72%-тік. Бір ас қасықты тола-толмас етіп құйып араластырып аламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Негізі 1 килограмм бауырымызға бір ас қасық толтырып құю керек. Менде кішкентай балалар жейтін болғандықтан өте көп қатты қоса қойған жоқпын. Дайын болған бауырымызды үлкенде ыдысқа салып аламыз. Бізге паприка, қызыл бұрыш және кориандр салынған ұнтағымызды мына майға қыздырып салып аламыз 30 секундтай. Менде түспей қалыпты бұл жерде. Алдымен тұзымызды, секерімізді, сарымсағымыздың барлығын жақсылап салып аламыз, мұқияттап, ешқайсысын қалдырмай. Содан кейін қызып тұрған жаңағы майымызға салынған паприкамызды, бұрышымызды сарымсақ пен пияздың үстіне құйып жібереміз. Одан кейін жақсылап араластырамыз. Бауыр салаты өте пайдалы ағзамызға. Дәрумендерге бай, әсіресе бұны қан аздық мазалаған кезде үнемі суға пісіріп, осындай дәмді салат қылып жасап жесеңіздер, қан аздық проблемасы болмайтын болады сізде. Араластырып болғаннан кейін бір ас қасық соевый соусымызды құямыз. Және де лотос, осындай корейский тұзымызды бір қасық, яғни шай қасық толтырмай салатын боламыз. Ақ тұз деп те аталады. Барлығын жақсылап араластырып, бір түнге қойып қойсаңыздар болады. Егер күндіз жасасаңыздар, 1-2 сағат салқын жерде тұрса, салаттың дәмі кіріп, өте керемет болып шығады. Мінекей мен таңертеңгілік асқа ұсынатын боламын. Түнімен тұрды. Өте дәмді әрі пайдалы, керемет болып шықты. Сіздер де жасап, отбасы мүшелеріңізді қуантыңыздар.
Егер менің видеом ұнаған болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.